Алматы қаласының әкімдігі мен Алматы қаласының діни басқармасының назарына мына бейне жазбада түсіріліп тұрған қоқыс жәшігі Алматы қаласының орталық көшелерінің бірі саналатын Абылай хан даңғылының бойында орналасқан. Бұндай қоқыс жәшігінде мінекей мұсылманның белгісі саналатын жарты ай белгісі салынған. Бұны қалай түсінуге болады? Мына қоқыс жәшігі Алматы қаласы Жетісу ауданы бойынша мемлекеттік кіріс басқармасының алдында орналасқан. Осындай жәшіктер мыңдаған саналады. Мына Абылай хан атамыздың ескерткіші. Бұны қалай түсіндіресіздер сіздер? Бұл не деген бассыздық? Бұған Алматы қаласының әкімдігі мен осы құрылысты жүргізуге жауапты қызметкерлер қалай қараған? Мына істелген істер біздің арамызға салынған іріткі емес пе? Осыған қалай жол бергіздіңіздер? Мына ішкі саясат басқармасы бар ғой біздің Алматыдағы. Олар не қарап отыр? Қараңыздаршы, не деген сұмдық мынау? Алматы қаласының ортасында біздің қасиетті саналатын белгіміз қоқыс жәшігінде тұр, қақырып түкіретін жерде. Қалай түсіндіресіздер бұны?